достар, біз Дубайдамыз. Бүгін 12 мамыр, қазір сағат түнгі 3. Және мен 19-ға толдым. И туған күнімді осы Дубайда атап өтуді жөн көрдік. Дубайдамыз дегенде Абу-Дабидеміз. Біз қазір енді Дубайға баруымыз керек. Дубайға 1 сағатта баруға болады. Метромен, автобуспен. Вот сол уақытқа дейін аэропортта біз тамақтанып алып, сосын сим-карта іздеп и ақша шығарып алуымыз керек, кішкене наличка. Вот, сондай жұмыстарымызды жасап аламыз. Сосын отелімізге барып орналасатын боламыз. Біздің самолеттан кейін қарнымыз ашып, Starbucksқа келдік. Осы жерде Starbucks бар екен, бағалары біздікінен кішкене жоғарылау бұл жерде. Что вы чувствуете? Настроениеңіз қалай? Отличное настроение, окей. Күшті ма? Окей ма? Ағылшынша сөйлеп кеттіңіз ба уже? Далаға шыққан ыстық екен, күшті. Қазір Ағылшынша. автобус келмепті, сағат 5-те шығамыз, автобус Мама келеді. ағылшынша түсінеді. Thank you деген не? Рахмет. Next деген не? Оны білмеймін, Next деген следующий. Жаңа тағы бір сөз бар еді ғой. Міне далаға шықтық и сразу далада Thank you, excuse me деген. Excuse Thank you деген рахмет, excuse me кешіріңіз деген. дұрыс айтады. Рассказываем историю 5 күнге келдік. В принципе, 4 күн полный день осында боламыз. Енді бірінші күн, бүгін мен туған күнім. Бүгін осы Дубайда туған күніме орай Дубайды аралаймыз. Қалған 3 күнді мен бөлек влог ретінде түсіретін боламын, бөлек каналыма. Ал бүгінгі влог именно мен туған күніме посвящаться ететін болады. Біз мамаммен келдік. Мамамды Дубайға алып келді. Бұйырса, папамен, сосын мен бәріміз де өстіп келе берейік. Пока что өстіп мамамен келіп отырып. Маманың алғашқы шетелі, алғашқы емес. Бірақ жас кезіңізде бар өттіңіз ғой, Мен Мендей жасында ма? Ташкентке жұмыс істеуге барған. Оқуға ма еді? Арлауға? Ташкентке көп барған сол? Ташкентке барған. Сочиге арларын. Сочиге барған мен мамам. Крутая. No. Мұнда автобустар жиі жүреді. И метро, сондай метромен, автобуспен передвигаться еткен выгоднее, чем на такси. Таксиде плюс қымбат, біздіктен плюс алдайды. Туристерді көп баға айтып алдайды. Сіздерге Дубайдың продуктыларын көрсетейін. Банандар не екен? 500 ба, 600 ба сондай екен? Алайық осымен қазір, алып кетейікші. Дубайдың тәттілерін көрейік. Мынандай чизкейк бар екен. 5000 теңге тұрады екен. Шоколадный финиктердің дәмін көргім келіп тұр. Олар бізде 25 дирхам. Достар, мұнда чипсылардың түрі бар екен, осындай үлкен. Ұзын ряд. Лейстерін қараңдар қандай. Тоже 800, 900 біздікіндей бағалар. Мама қарап жүр, бағаларын қарап, қолына банан ұстап алып. Мұнда осындай помидорлар бар екен, 13 дирхам, примерно 1500 сондай бағалар. Сосын мұндан осындай клубникалар тауып алдым, бірақ біздікінен қымбатырақ тұрады екен. Осы біреуі 1500 теңге тұрады. Короче, мұнда еще орехтарды өзің өстіп салмағын өлшеп ала алады екенсің. Мен сразу осындай бірнеше орехтардың түрін алдым. Орех деп жақсы көрем. Мынау бізде килограмма 9 дирхам, 1100-1200 теңге болады. Авокадолары 9 дирхам, примерно 1500 теңге. Тоже біздікінде ғой бағалары. Киви, 3700 теңге масында. Так. Ой. Мындай екен ғой. Ал достар, енді сіздерге қазір комнатамызға тур жасап өтейін. Осындай кіреберісте терезе бар. Чемоданымыз тұр, сурет деп сразу кіргенде осындай кереует мама екеумізге. Мұнда бірдеңе деп жазып қойыпты. Food and бірдеңе beverage promotion дейді. Мұнда тамақтарымызды алып алдық и сразу осы жерде with our compliments дейді, комплимент.
Мында как раз 2 орындық бар екен. Вет енді күшті емес, но бірақ болады. Может, біз 4-ші күні күштірек отельге тағым көшеріміз. Бірақ өте негізінде әдемі, сондай уютный отель. Күшті видеолар түсіруге болады. Вот. И кәдімгі осындай уборная. Ванна, душ. Екеуі бірге жүреді екен. Короче, магазиннен мынандай нан алғанбыз ғой. Прям бір булочка сияқты. Тәп-тәтті. Жұп-жұмсақ. Дубайдың наны деген енді күшті екен. Респект. Шашымды қайтадан бұйралап, қайтадан әдем қылдырып, боянып, Бурдж Халифаға бармақшымыз. Мына жер шашылып жатыр. Сол жерде кішігірім жүріп, таза жұтып, Бурдж Халифада фотолар, контент жасап сөйтеміз. Сосын кешке бір жерге отырамыз. Сондай бір бізде расслабленный отдых жоспарлап жатырмыз. То есть андай қатта бір күнде 1045 жерге барып емес, Турциядағыдай. Просто в основном жатып, күнге киіп, еще ертең бұйырса пляжға барамыз, бассейнде боламыз деген сияқты. Рәңі демалайықшы деген мақсатпен демалуға келген болатынбыз. Кеше менде күні бойы жұмыс болды, бүгін түні бойы дұрыс ұйықтамадым, түнде жолда болды сол себепті. Түске дейін бүгін отелімізге келіп ұйықтап алдық. Енді сәл нормально болып қалдым. Короче, достар, біз қазір Бурдж Халифаға и Дубай молға баратырмыз. Метромен келдік. Экскалатор сияқты, бірақ өзі жүретін, короче, биікке емес, былай аппаратный эскалаторлар бар. Солай, короче, баратырмыз. Короче, біз Бурдж Халифаның алдына келдік. Жанында мынау как раз бізде Дубай мол. Мамаға мына Дубай молдағы нелерді, Rolex, сол брендтерді айтып жатырмын, осыншама миллион тұрады деп. Енді мен қолымдағы Ван Клиф, ол оригиналы. Мынау енді оригинал емес қой. 5-6 миллион, 10 миллион тұрады. Үй алатын машинасы. Ол деген адамға энергия береді. Адам көп табуға деген желаниесін арттырады. Мысалға сол себепті мен миллиардер боламын деп шештім. Миллионер болғаш. Жоқ, мен миллионер да боламын, миллиардер да боламын. Следующий раз таксимен жүреміз. Андай 5 жылдық қонақ үйде аламыз. Пока что метромен 4 жылдық қонақ үйде. Бірақ осыған да шүкір. Мұнда мен брендтер көріп тұрмын. Prada, Bottega Veneta, Gucci, Dolce Gabbana. Вот, бұйырса осындай брендтерді киіп, тағып жүру бұйырсын. Осы блогта запомните, бір күні мен мына брендтерді өзіме сатып алатын боламын. Короче, мұнда мороженыйлардың түрлі вкустар бар екен. Осындай кішкентай несі 50 дирхам. 50 дирхам ол қанша? 50 дирхам қанша еді ол? 6000-дай. 6000. Шыннан бағасы 150 дирхам, 16 деп тұр. Мама 10 түсіргісі кеп тұр. 10 берсе алайықта? Бермейді ғой сол. Қолыңызды көтерің. Короче, мен дегенме жеттім. Осындай мороженое алдырттық. Екеуі примерно 6000 теңге болды. Прям әшекейлер өте әдемі. Еще андай бір әдемі, да, короче. Сүйіктім, кейде менің қалам шарым, өшіріп бүкіл шамдарым, алыстайды күн жүйесінен, сырғып қараңғылықпен, үзіндейді түрікті, сүйрелейді мұңдауын, өзімен, сипалып саусақтың ұшымен, бейнеңді іздейм түнікті. Мұнда мен телефон заряды өшіп, зарядка, пауэрбанк дегендерді үйде ұмытып, мама да телефон үйде ұмытып, сөйтіп 1-2 сағат айырып, бері айналып, не істейміз деп
мындан зарядка алайық десек, бұл жердегі басы бізге вообще тура келмейді. Именно бізге келетін басы жоқ. Бұйырсам, енді мынау теорем оригинал емес, қолымда Ван Клифф оригинал емес. Но в будущем, вот запомните эти слова обязательно. Просто так күнде бренд алып жүретін дей жағдайым болады. Вот. Вау, просто красота. Жылтырлаған аяқ киімдерге қараңыздар. Қандай әдемі. Джимми Чудың аяқ киімдері. Мен негізі каблук кие бермеймін. Бұндай аяқ киімдер киюге даже менде поводтар да жоқ екен. Ана жерде Бурдж Халифа тұр. Қазір реакциямызды түсіреміз. Мам, қараса. Я. Біз Бурдж Халифаға келдік. Қараңыздар, не деген биіктік. Примерно 3000 метр ғой деймін. Бурдж Халифаның алдындамыз. Бурдж Халифаның алдындамыз. Өте биік. Өте әдемі. Адамдар көп болып жүр. Үйтіп маманы қинап дегенде суреттер жасатқызып жатырмын. Бурдж Халифаның жанынан аралап жүрміз. Негізінде Дубайдың адамдары өте сондай ашық. Дубайдың дегенде барлығы ашық. Всегда көмектесуге дайын. Короче, турист болып адасып қалмайсың. Бүкіл жолдары, тіл білмесең де андай барлық адамға түсінікті. И адамдар да сұрасаң көмектеседі. Бүйтіп қолдың тілімен түсіндіріп сұрасаң, күштілеп тұрып түсіндіреді, көмектеседі. Мама енді мұнда барлық уже арабтармен дос болып алды. Your mother so cute деп айтып жатыр да. Андай мама ашық қой, барлық адамдар ашылады. Андай тіл білмесе де ойнап күліп, түсіндіруге тырысады. Мен болсам тіл біліп тұрып сөйлемеймін ғой деп. Бүгін воскресенье, оның үстіне кешке адамдар одан бетер көбейеді екен. Осылай қызыл көйлегімді киіп алып, қазір біз Дубайдағы сондай знаменитый ресторанға бармақшымыз. Намос деп аталады. Қазір барғасын көресіздер, неге знаменитый екенін. Мама мына ыдысты өзі апармақшы. Өздері алып кетеді. Клиник бар бұл жерде, мам. Вот, ауа райы кешке әдем болып тұр. Түнгі Дубайды көрейік деп кешкі уақытта шығып жатырмыз. Проходите. Осындай атмосфера жерде Диор деген не бар еді ғой, фотозона. Осы жерде крас сондай фотозона бар. Намос деп аталады Дубайда. Пляждың жағасында орналасқан. Неге әдемі. Жай ғана лимонад, чай заказ берген соң, потому что бұл жердің бағасы енді күшті өте. Маркетинг бұл жерде жақсы дамыған көрініп тұр. Адамдар өте күшті көп келеді. Осындай машинамен алып келіп алып кетеді. Кайф. Кіретін жер осындай әдемі, фонтан бар. Ана кофейнядан қазір Бурдж Халифаға қайтадан келдік. Себебі түнгі Бурдж Халифаны көргім келсе, просто көзімнің алдында тұр. Әдем болады, адамдар да көп екен. Ауа райы кешке өте күшті болып тұрады.
бар содан Мынау алып биік па? анау шу мама аяғы ауырып болыпты қазір үйге барып маған мороженое керек. Біз үйге келсек шаршап, отеліміз осындай бір комплимент жіберіпті. Бүгін мен туған күнім екенін біліп, осындай торт тип десерт жіберіпті. Күшті, прям приятно болып қалды.